mı ne? Şu sağlığı koşeteyim. Kara bakalım. Bizim şişelerimiz yazılgan. Bizler kişiyiz bertamiz, kişiyizдің şerkeşimiz. Kim biz, ruhum kim? Şirkeş. Şerkeş. Şerkeştin ayıl koyacağız olamız. Ayıl koyacağız, ben gayet tarayayım şimdi de bile yazılgan. Üsküsün okuyuşun olsun. Geleyim mi? Şerkeş deydim, tabi şerkeşten var. Annem işler atsın. Men sаған деген қысқа жайкетті оқып жатырмын. Ертең қыста күн салқын болады, тоңбасын деп отырғаным ғой саған. Жіпті қайдан алайын? Жіпті деген білесің ба? Қойдан аламыз. Қойдың жүнін қырқиды. Сосын оны жуамыз біздер. Жуып болғаннан кейін кептіреміз. Сосын оны біз түтеміз. Сосын ұршықпен иіргенде осындай жіп шығады. Жіп қайдан шықты сонда? Қойдан шықты. Көрдің бе? Біз сосын оны сендерге тоқимыз. Жакет тоқимыз, шұлық тоқимыз. Қыста қолбақ киесің бе? Қолбақ тоқимын мен саған. Апа, ашықпен қайдан алады? Асық бұл қазақтың ежелден келе жатқан ойындардың бірі болып саналады. Бұл малдың асық жілігінде болады. Өзі төрт түрлі бағытта ойнатылады. Бүк, шек, әлші, тоқым болып. Асықпен ойналатын ойын түрлері өте көп. Соның ішінде атары болса, 3 табан, 5 табан және қанталапай деген ойындар кездеседі. Ал, Тамақ дайын ба? тамақтары дайын болады балам. Ама не пісір жатсың? Бауырсақ пісіріп жатырмын. Ама бауырсақ қай пісір? Бауырсақ балам қазақтың ұлттық тамағы. Бауырсақты сары маймен жесең балам өте дәмді болады. Кел екеуміз бірге пісіріп тастайық. Böyle canım kasım diye bizim korkuyoruz. Yok basın, mendem baktı olsun.